Мынау камелия гүлі, японская, әдемі былай бір қарағанда. Бұл теплицаның гүлі. Жалпы бұның келгеннен кейін, бір 2-3 күннен кейін мен сразу бұны пересадка жасадым. Потому что енді өзінің тұрған несі ұнамайды маған, одноразовый ыдыспен келеді ғой. Сразу тамырын ашып қараймын, мен любой гүлдің тамырын ашып қараймын. Мынаның тамырында бір түсініксіз пластилин сияқты зат тұрды, нән, өзі гүлден үлкен де. Тамырын, соны пышақпен ажыратып, тамырын көре алмадым осы гүлдің. Енді осы гүлді алған жерде сіздерге айтады, солай мен тұра берсін сол дейді, пластилин сияқты, цемент сияқты қатты зат. Егер ол затпен тұра беретін болса, оған бұл су бармайды оның түбіне. Витаминдеріңіз, құйған витаминдеріңіздің бәрі ол тек уақытша зат. Бұны енді осы грунтқа отырғызып, үйрету үшін бұған уақыт керек. Міне жапырақтарын тастап жатыр. Жалпы теплицаның гүлі өте қиын. Бұның осылайынан сатып жібере салуға болады әрине. Бірақ ертең сосын бір-біріміздің ақымызға кіреміз. Мен сенен алып едім, гүл деп ренжитін боласыздар да, енді бұл адаптацияда тұрады осылай жапырақ